2-3 айдан бері Қытайда жүрмін ғой. Бірақ шыны керек, елді сағынасың. Оның алдында 2 жылдан бері сағынасың, ойлайсың, салыстырасың. Сонда да бірақ елің жақсы көресің де. Себебі біздің елде ғана туалет 100-200 теңге. Бірақ та 1 миллиард жарым ба, қанша 2 миллиард халыққа тегін туалет жасап қойған көшелерінде. Салық белгілі бір мөлшерге шейін мүлдем тексерілмейді, қаралмайды. Бізден де оның бәрі қиын. Бірақ мен сонда да елім жақсы көремін да. Бізде таксисттер ғана алып салады. Мен сонда да елім жақсы көремін. Оларға да оңай болып жатқан жоқ қой. Қаншама арыстандардың айналасында отыр. Қаншама аюдың. Қазір шүкіріміз ғой. Оның қасында басымыздан қаншама ата-бабамыз соғыс өткізді, қаншама қиындық өткізді, ашаршылық бар. Елдің бәрінде соғыс болып жатыр. Қазір просто балаларымыздың тыныш ойнап жүргеніне ғана шүкір ету керекпіз ғой. Енді жоғарыдағылардың бір ойлап отқаны бар болар. Бәлкім осы референдумнан кейін елімізде бәрі жақсы болар. Бірден жақсы болып кету екіталай, себебі тамырын тереңге жайып алды ғой, мына жемқорлық деген кәдімгі санасына адамдар оны ешқандай күнә, ешқандай жеңіл қарайды да. Оның зардабын ұрпақтары өздері қазір тартып жатыр, бірақ оны түсінбейді да. Сондықтан да жалғыз Тоқаев не істейді? Ел болып қолдап референдумға барып, сол заңымызды түзеп алсақ, содан кейін мүмкін бізде бәрі жақсы болады. Сондықтан 3-4 күннен кейін бұйырса референдум, барыңыздар, дауыс беріңіздер. Елдің маңызды осындай сәттегі шешіміне әр қазақстандық атсалысу керек. Мен енді басқа елден мен дауысымды, референдумды қолдаймын деп беремін. Қытайдан сәлем, Нұралы Сартай. Байер из Китая.